адамдардың ауруларын алдын алуға және әртүрлі аурулардан оңалтуға арналған медициналық микросфералардан жасалынған бұйымдардың қарсы көрсеткіштері мен жанама әсерлері жоқ. Медициналық микросфералардан жасалынған оңалту бұйымдарына бірінші санаттық сапа сертификаты бар. Дәріханаларда сатылмайтын бірінші санаттық медициналық сапа сертификат. Дәріханаларда тек қана қарсы көрсеткіштер бар және жанама әсерлері бар заттар сатады. Ал адамдардың ауруларын алдын алуға және түрлі аурулардан оңалтуға арналған медициналық микросфералардан жасалынған бұйымдардың ешқандай қарсы көрсеткіштер мен жанама әсерлері жоқ. Ауруды алдын алуға және түрлі ауыр жарақаттардан кейін, операциялардан кейін, бастан өткен аурулардан кейін қолдануға ұсынылады. Жас пен шектеу жоқ. Кез келген жаста қолдануға болады. Әсіресе қарт адамдарға қолдану қажет. Достар, мен сіздерге өздеріңіз үшін және жақын адамдарыңызға осы бір керемет медициналық микросфералардан жасалынған бұйымдарды сатып алуға ұсынамын. Күнделікті әртүрлі ауруларды алдын алу үшін және ауыр жарақаттардан кейін, операциялардан кейін немесе кез келген аурудан оңалу үшін сіздердің үйлеріңізде микросферадан жасалынған өнімдер күнделікті қолданатын жеке гигиеналық құрал ретінде болу керек. Мысалы, біз күнделікті таза болу үшін сабынмен, тіс жуатын щеткамен, пастамен қолданамыз. Сол сияқты микросфералармен де болу керек. Неге десеңіздер, себебі қазіргі адамдардың барлығы электро және радиомагниттік тордың ішінде тұрады. Бізді қоршаған жоғарғы электровольттық кабельдердің, сымдардың, приборлардың, интернеттің, Wi-Fi, 5G-дің әсерінен ауамыздағы ауаның молекуласы плюс деген зарядқа ие болады. Және біз бәріміз осы ауамен демалып, қанымызды плюс деген зарядтармен қанықтыруға мәжбүрміз. Плюс деген зарядқа ие оттегінің молекулалары қанымызда минус деген зарядқа ие эритроциттардың молекулаларымен кездесіп, қызыл қан түйіршіктерді бір-біріне жабыстырады. Эритроциттер осылайша бір-біріне жабысып қалады. Қанымыз қоюланады, саны мен сапасы бұзылады. Сонымен қатар біз күнделікті денсаулығымызға пайдалы емес тамақ өнімдері мен сусындарды көп мөлшерде тұтынамыз. Табиғи емес, термиялық өңделген немесе заводтардың, фабрикалардың тамақ өнімдері мен сусындарының молекулаларының электрикалық потенциалдары плюс деген зарядқа ие болып келеді. Бұның бәрі біздің денемізде минус деген зарядтармен орналасқан бөлшектер плюс деген зарядпен орналасқан молекулалармен кездескен кезде жабысуға ықпал етеді. Мысалы, біз термиялық өндірген тамақтарды немесе завод, фабрикалардың, полуфабрикаттардың сусындарын жеп ішкен кезде біздің ішегіміз қата бастайды. Жас адамдарда бұл білінбейді, бірақ 35-40-тан асқан адамдарда бұл процестер басталады. Барлық мүшелерімізде, жасушаларымызда қандың айналымы мен микроциркуляциясы төмендейді. Егерде барлық мүшелерімізде, жасушаларымызда қандың айналымы төмендесе, онда ацидоз дамиды. Ағзамызда, терімізде, ішіміздегі барлық мүшелерімізде қышқылдық пен сілтілік тепе-теңдігінен қышқылдыққа қарай ығысу басталады. Осы процестерді нашарлататын дене қимылдығы аздығы. Адамдың денесінің қимылдығы азайса, лимфа жүйесінің де жұмыс істеуі азайып қалады. Лимфа жүйесі күнделікті шығатын шлак токсиндерді шығара алмай қалады жеткілікті мөлшерде. Осылайша лимфа жүйесінде шлак токсиндер, патогенді зиянды микрофлора жиналып, түрлі ауруларды тудырады. Жоғарыда айтылып кеткен күнделікті көп мөлшерде денсаулыққа пайдалы емес тамақтар мен сусындарды тұтыну, экологияның, ауаның нашарлауы. Парақшама кіріп жалғасын көріңіздер.